Тоқаевтан, қазіргі президенттен кешірім сұраған жоқпын деп. Әлде сізді алдына кіргізуге мүмкіндік болмады ма кіруге? Мен адвокаттарға сендім. Президентке хат келіпті. Әрине президентке ол хат жеткізбеген, ол себебі Жолдас тапқа. білеміз ғой, канцелярия деген. Төлеуге міндеттелген ақшаны Олжас екеуіңіз теңдей бөліп жатсыздар ма? 1 миллиард ақша алады, ал Олжастан қалған ақшаны алады деген ой ғой енді. Алматыда екеуміз 2005 жылы соққан үйіміз бар, сол аресте, соны мен анда-санда айтады, үйіңізге барамыз, опис жасаймыз, телевизорыңды аламыз. Алсаңдар алыңдар. Сіз кешіруге дайынсыз ба? Мен ешқандай менде обида жоқ. Енді құпия ретінде сондай тергеу басталыпты. Біз оны сотта көрдік. Менің Олжас және басқа әріптестеріміздің телефондарды тыңдау басталды. Стresспен қалай жұмыс істеп жүрдіңіздер? Ол стресс болғанда біз сол кезде мысалы үйге бармаймыз. Мен 2 рет кабинетінде неде отырдым. Не еді сол кезде? Карантин. Әлде қадағалайды ғой сонда? Реабилитация болады. Сонда анау бәрі шындық шығады, фальсификация екен. Содан қорқып жүр ғой олар. Себебі олар әлі бәрі қызметте ғой. Поэтому мен бірдеңке шығып кетсем, сразу барып трамбить етеді. Мені Олжасты. Негізі сіз білесіз ба персонально кім екенін? Енді көп адам. Мәселе ондай емес қой, мәселе ол өмірде ондай жиі кездеседі. Енді сіз министр болып жүрген кезде біз енді поляда деп айтамыз ғой, біздің тілмен. Поляда жүрген журналистер болдық қой үкіметте. Әр вторник сайын сіздермен кездесетінбіз. Сіздің қамалған тұсыңызда, енді біз де сол кезде сәйкес болып жұмыс істедік. Негізі журналистердің ортасында енді кейбір әңгімелер жүреді ғой. Не себепті екен деген. Ол сіздікі коронавируске қатысты емес, бәлкім деп те айтты. Негізгі ол бұған дейінгі жұмысыңыз, яғни сіз сол кезде дәрі-дәрмектерге қатты ревизия жүргізіп жаттыңыз ғой. Соның түп тамыры деп айтатын. Бірақ екінші версия болды. Сіз спутникті лоббистер бізге кіргізуге сіз қарсы болғансыз. Жоқ, біздің өзіміздің қазақ вақты көрейік алдымен. Содан кейін барып қалған бола жатыр деген. Қайсысы дұрыс, қай варианты дұрыс, жақынырақ шындыққа? Енді екі вариантта толық дұрыс деп айтуға болмайды, дұрыс емес. Себебі біріншіден қамаған себеп арасында сол қылмыстық іс тергеуге байланысты, ал ол қылмыстық іс 2019 жыл басталған болады. 2019 коронавирусқа 1 жылдар бұрын енді құпия ретінде сондай тергеу басталыпты. Біз оны сотта көрдік. Себебі тергеу біткеннен кейін бізге бүкіл жаңағы материалдарды берді ғой. Соның ішінде біз кейбір құжаттарды көрдік. 2019 жылда менің Олжас және басқа әріптестеріміздің телефондарды тыңдау басталыпты. Тергеулер не жазады, ол ұсыныс береді, сот қолдайды. Құпия ретінде сот қолдаған. Себебі осындай жемқорлық мүмкін бар деп сондай ойлар болған. Енді бірақ ешқандай подтверждение болған жоқ. Енді обычно бүйтіп жазады ғой, по имеющимся данным, қандай данный ештеңке жоқ. Ешқандай данный жоқ, просто, значит, данный жоқ болса, тек қана команда берген, аларды тексеріңдер деп. Сол кезден бастап прослушка қойған, тексерген, одан кейін сол 2019 жылдың аяғында соны кішкене легализовать ету үшін бір өздерінің адамдарына арыз жазғызып, осындай мен поликлиникаға бардым, ақпараттық жүйелер істемейді екен, соны тексеріңдер деп, сондай ұсыныс түсті деп, содан жаңа қылмыстық тергеу басталған болатын. Ал шыннан 1 жыл, жарты жыл бұрын басталған. Сонымен, мен де ойлаймын, сол кезде 2019 жылда бізде өзіміз сондай сезім болған, себебі біз 2018 жылда тек қана осы дәрі-дәрмек қамтамасыз салада 65-70 миллиард теңгеге жуық ақшаны экономияға бюджетке қайтардыңыздар. Бюджетке қайтардық. Сонымен 2019 жылы қайтадан сол бағытпен жұмыс істедік. Себебі енді әрине көп экономия болды. 3 себептен экономия болды ғой. Біріншіден жаңағы бағалар төмендедік. Екіншіден бүкіл тендерді әлеуметтік жүйелерге трансляция өткіздік.
дәрі-дәрмек сатып алу мысалы. Сол кезде біздің дәрі-дәрмек қамтамасыз салада үлкен жемқорлық бар. Ол енді монополия дейміз ғой, олигополия, сговор дейміз. Үлкен компаниялар бір-бірімен келісіп алады да, мысалы миллиард сом лоттарға кіреді, бірақ бағасы бір жарты теңге тиымға айырмашылығы бар ғой, сонымен сговор болып кіреді. Бірақ ашық тендер өткізсек, олар енді бәлетті қорқады ғой содан. Неде Фейсбуктан трансляция барып жатыр ғой. Сонда бәрі құлады, бағасын төмен түсіріп. Ал үшінші себеп жаңағы науқастардың тізімін анықтап, мертвые души деген болды, өтірік заявкалар болды, соның бәрін тазалағанбыз. Енді 2018 жылда сондай үлкен экономия болды. 2019 жыл тағы да болайын деп тұрды. Сол кезде енді әрине осы енді фармацевтикалық компаниялардың арасында өздерінің нелері бар, ағалар, көкелер, покровитель дейміз. Менің ойымша солар кішкене енді соларға жеткізген, олар бәрін бұзып жатыр, рынокты бұзып жатыр. Біз үлкен ақшаны жоғалтып отырмыз, сөйтіп. Біртановты тоқтату керек. Иә, тек қана Біртанов емес, бүкіл командасы. Содан 2019 жылда басталған, сөйтіп тергеу басталыпты. Коронавирус кезінде денсаулық сақтау министрі келіп бүкіл обыск жасап, енді оны ешкім білмейді. Сәуір айында, мамыр айында енді жанып тұрған кезде Минздравқа келіп бүкіл проверка жасатып, қағаздар шығарып, допросқа шақырып, біз енді білдіртпей жұмыс істеп жүрдік ары қарай, себебі біз толық сол кезде де қазір де толық таза екенімізді сеземіз, оны бәрі біледі. Стресспен қалай жұмыс істеп жүрдіңіздер? Ол стресс болғанда біз сол кезде мысалы үйге бармаймыз. Мен 2 рет кабинетінде неде отырдым. Нет, сол кезде карантин. Себебі бірінші рет бір әріптестеріміздің анализінде ең бірінші сол ковид шыққаннан кейін бүкіл контактный ретінде карантинға кетуіміз керек қой. Енді мен жұмыстан қалай үйге кетесің? Мен кабинетімде тұрдым мысалы. Сондай жағдайлар болған. Бірақ енді одан кейін ауырып қалдық. Енді ауырғаннан кейін енді ауруханаға бару керек қой. Сол ауруханаға барып, сол больницадан жұмыс жасадық. Сонымен енді біз ойлаймыз соған байланысты деп. Вакцина ол да мүмкін, себебі енді біз ең сол пандемия басталғанда бүкіл мамандарды шақырып, мамандар енді бізде үлкен мамандар бар осы эпидемиология салада, инфекциялық жұқпалы аурулардың емдеу саласында штаб құрдық республикалық деңгейде. Бірнеше жұмыс топтарды болды. Мысалы, бір жұмыс топ сол емдеу диагностика протоколдары бойынша жұмыс істеді, халықаралық деңгейде врачтармен. Екінші топ дәрі-дәрмекпен қамтамасу, маска, халат, медоборудование деген бер. Әр мамандар өзінің саласымен жұмыс істеді, бірақ күнде 2 рет, 3 рет әр топпен мен онлайн кездесіп отырадым. Енді шешім қабылдау керек қой, мысалы, қандай дәрі-дәрмек керек, қандай мысалы карантиндік себептер, жалпы санитарлық нормативтерді өзгерттік, арнайы сол коронавирусқа, ковидке байланысты. Сонда ұсыныстар болады, талқылаймыз. Ешкім білмейді ғой, бірінші рет болып отқан жағдай. Сол мамандармен бірге істегенбіз. Ең басында сөйтіп сондай әңгіме шықты. Енді әрине біз енді дәрігер болғаннан кейін ғалымдар бар, олар тікелей айтып жатыр. Бұл пандемия тек қана вакцинациямен тоқталады. Сонымен біз вакцинацияға дайындалуымыз қажет. Әрине ондай вакцина ешкімде жоқ. Сонымен сол кезде ең енді өзекті компаниялармен жұмыс бастадық. Дүниежүзілік денсаулық сақтау жүйесімен жұмыс бастадық. Сол кезде біз айтқанбыз, кім бізге қандай вакцина тезірек әкеледі, солармен жұмыс жасаймыз. Әрине 3 бағытпен жұмыс жасадық. Ресей мемлекетімен, Қытай мемлекетімен және Европа және Америка компанияларымен. Сол жазда, 2020 жылда жазда ең бірінші сол Қытайдың компаниялары бізге. Хайаттар, Енді компанияның есімде емес, мәселе онда емес. Олар тікелей сол сыртқы істер министрі арқылы бізге хат жолдады. Осы біз ең бірінші вакцинаны шығардық, соған клиникалық пайдалануға біз дайынбыз Қазақстанға беруге деп. Сөйтіп хат жібергенбіз, біз өте қуандық. Елшілік арқылы келді ғой, тікелей
СК фармацияға біздің дәрі-дәрмек бақылау орталықтарына тапсырма бергенмін. Тезірек мынаны қабылдап іске асырайық. Сол кезде енді 2020 жылда ресейдік вакцина әлі тек қана разработкада болған. Америкалық вакциналар да әлі разработкада болған. Сонымен ең бірінші болған сол. Арасында сондай жағдай болды. Бірақ сол кезде әрине мен жұмыстан кеткеннен кейін, мысалы, үкімет сондай шешім қабылдады. Август айында Ресей мемлекетпен меморандум отырып, бүкіл толық вакцинаны Ресейден аламыз деп, басқа нелерге бәрін каналдары жауып тастады. Ол сіз кеткеннен кейін, е? Кеткеннен кейін. Сол сәйкестік келді ау деймін, сөйтіп ойлады ғой бәрі. Кім біледі, мүмкін сөйтіп ойлаған. Мен де оны толық білмеймін енді. Сол кезде, мысалы, көктемде біз дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен келіскенде, олардың өздерінің бағдарламасы болды. Мысалы, кейбір мемлекеттерге сондай материалдық көмек көрсетіп, жаңағы Еуропадан шыққан вакцинаны жеткіземіз деп, Қазақстанға да уәде берген бізге. Бірақ өкінішке орай, сол Ресей мемлекетпен меморандум қол қойғаннан кейін ары қарай мемлекет сондай компаниялармен жұмысты тоқтатып жіберді. Мысалы, ноябрь айында жаңағы ВОЗ дейміз ғой, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы отказ берді. Декабрь айында сол жылдың аяғында Үндістандағы компаниялар енді көп вакцинаны сол Индияда шығарады, себебі заводтар өте үлкен. Бірақ Европа AstraZeneca деген европалық компанияның заводы ғой, Индияда орналасқан. Сөйтіп, олар да бізге ұсыныс берді. Мысалы, Қазақстанда бір айдың ішінде уже промышленный масштабпен біз үлкен партияларды әкелуге мүмкіндігіміз бар. Бағасы осындай деп берген, бірақ біздің денсаулық сақтау министрлігі одан бас тартқан. Себебі олар спутникті күтіп отырды, бізде февральда спутник келеді, бәрін қатырамыз деп. Бірақ өкінішке орай февральда спутник келген жоқ, 3 ай кейін, 3 айға кешігіп келді. 3 ай, бір жағынан енді жай 3 ай, февральда жоспарлап отырған жалпы вакцинация тек қана 3 айдан кейін сәуір айында басталды. Сонымен біз айтамыз ғой, мәселе тек қана әр адамның вакцинасы иммунитет емес, толық коллективтік иммунитет болу керек. Сол пандемияны тоқтату үшін. Мысалы, бір адамға вакцина салсақ, ертең әрине бұл адамда иммунитет болады, ол ауырмайды. Бірақ толық қоғам ретінде, мысалы, 20 миллион халықтың арасында біз жаңағы вирустың таратуын тоқтату үшін біз коллективтік иммунитет болу керек. Ең жоғары деңгей, мысалы, 60-80% халық. Ал басында хотя бы 20-30% болса, уже бір адам, мысалы, 10 адам жұқпайды, 10 адамға тек қана, мысалы, 3 адамға, 4 адамға жұғады, сонда сөйтіп пандемия тоқтайды. Сондай, енді негіз сондай ғой, вакцинацияның, жаппай вакцинация негізгі мақсаты, ол сондай толық коллективтік иммунитет. Бірақ өкінішке орай 3 айға кешікті. Сонда менің ойымша, енді тек қана менің ойымша, любой ғалым айтады, февральда бастасақ, жазға таман 6 айдан кейін мүмкін 50% халық коллективтік иммунитет қалыптастыруға үлгеруге мүмкіндік болды. Бірақ өкінішке орай 3 ай кезігіп, тек қана 3 айдан кейін, ал дүниежүзідегі 2-ші волна, 3-ші волна басталды. Сол кезде жаңағы жалпы коллективтік иммунитет Қазақстанның елінің арасында өте төмен болған. Соның негізінде 21 жылдың жазында көп адам ауырып қайтыс болды. Мысалы, маған көп адам айтады, сіз осы министр болған кезде көп адам қайтыс болды. Мен министр болған кезде жалпы жаңағы өлім деңгейі өте төмен болған, себебі мен кеткеннен кейін жаңағы бірінші волна болды. Бірақ дегенмен 21 жылда қайтыс болған адамның саны 20 жылға салыстырғанда 2,5 аса көп болды. 2,5 аса. Мысалы, статистика, официал статистика ғой. Сол негізгі себебі жаңа мутация еліп, жаңа қайтадан көтеріліп, таратылды. Бірақ өкінішке орай бізде сондай қорғаныс жалпы иммунитет болған жоқ. Сонда көп адам ауырып, енді өкінішке орай ауру болғаннан кейін летальность болады, көп адам қайтыс. Енді сіз дәрігерсіз, ғалымсыз, қалайсыз сол кезде қоғамның арасында болды ғой мынандай әңгіме. Бұл қолдан жасалған вирус. Қаншалықты оның астарында шындық болуы мүмкін? Енді мен айтайын,
қоғамдық денсаулық сақтау маманы ретінде. Мүмкін искусственный болды, мүмкін болған жоқ, бірақ мәселе ондай емес қой. Мәселе қазіргі осы уақытта осындай мысалы вирус бар, оны тоқтату керек болып, соған қатысты шаралар енгізу керек. Ал ол қайдан шықты, ол енді теория ғой, енді оған арнайы мүмкін органдар, халықаралық зерттеу, тергеу мүмкін. Олар айналысады, енді кім біледі. Оны генетикаға, жаңағы вирусты атомға бөліп, содан мүмкін себептерін табады. Бірақ бізге жаңағы полиде дейсіз ғой, біз полиде істейтін денсаулық сақтау министрлік болдық қой, полиде істедік. Бізге ондай теоретический вопрос қажет болған жоқ. Қандай шешім қабылдау қажет, соны ойладық біз. Сонымен әрине тек қана бір шешім. Любой пандемия болса, тек қана жаппай вакцинация. Сонымен 20 жылда ондай мүмкіндік болған жоқ, вакцина жоқ. Сол айтып жатырмын ғой, ең бірінші вакцина сол Қытайдан келді, мүмкіндік болды. Бірақ өкінішке орай біздің Қытай және Европа, Америка шығарған ең мықты вакциналар бізге сол тек қана 2021 жылдың аяғына таман келді. Уже біз спутникпен пайдаланып жүрген кезде сонда енді шешім болды екі мемлекеттің арасында. Бірақ қоғамдық денсаулық сақтау принциптермен қарасақ, ол дұрыс емес. Барлық вакцинаға осындай жағдайға барлық вакцинаға мүмкіндік беру керек. Теңдей. Тезірек. Бұндай пандемия кезінде ең үлкен мәселе ол саясат емес. Бізге қандай мемлекет дос, қандай мемлекет дос емес, біз халықты ойлауымыз керек. Тезірек әкеліп, тезірек вакцина салу керек. Сол үлкен мәселе. Бұл тек қана біздің қазақстандық мәселе емес. Сол кезде біз көріп отырдық қой. Жалпы пандемия кезінде көп тек қана денсаулық сақтау жүйелері емес, жалпы мемлекеттер дайын болған жоқ. Мемлекет аралық қарым-қатынас бәрі тоқтап құлады ғой. Америка құрама штаттар мысалы ВОЗ-дан шығып кетті. Жаңағы вакциналарды саясатқа айландырып, бір-біріне сатып, бір-біріне бермей, сондай жағдай болды. Кейбір көп мемлекеттер өзінің шекараларын жауып, жаңағы медицинаға арналған товарларды экспорттар тоқтатып бастады. Енді бізде содан көп енді қиыншылық көрдік сол кезде. Себебі Қазақстанда өзіміздің өндірісіміз жоғары деңгейде емес. Ол белгілі зат. Қазір де сол. Ол өте комплексті қиын жағдай, мысалы. Отандық фармацевтикалық дәрі-дәрмектерді өндіру. Оған енді көп уақыт кетеді. Мемлекетті қолдау керек, саяси шешімдер болу керек. Онда бір аптаның ішінде, бір айдың ішінде шешілетін мәселе емес. Сол кезде, мысалы, біз күнделікте пайдаланып отқан дәрі-дәрмектер, жаңағы медициналық оборудование, медизделие дейміз, маска, халат, барлық сол шетелден келеді ғой. Немесе маталар шетелден келеді, содан біз маска тігеміз. Маталар Қытайда шығарылады, Қытай границасын наурыз айында жауып тастады. Ресей апрель айында жауып тастады. Бізге Қазақстанға ешқандай экспорт берген жоқ. Бір дәрі де берген жоқ. Сонымен сіздің сұрағыңызға қайтарып алсақ, сондай себептер көп болды. Бірақ енді ол шыннан бізге байланысты ма, байланысты жоқ. Бірақ жаңағы факт көтерсек, факт осындай қылмыстық іс. Бір жыл бұрын тергеу құпия ретінде басталған. Жарты жылдан кейін 2019 жылда официально бір жалобы кіргізіп түсіп, бір-екі айдан кейін 20 жылдың сәуір айында ол қылмыстық істі тіркеп, денсаулық сақтау министрға келіп, изъятие опус жасады. 2-3 айдан кейін біз қызмет кеткеннен кейін бізді уже допросқа шақырып, тамыз айында Олжас Әбішевті қамады, 1-2 айдан кейін мені қамады. Одан кейін біз енді бір жылдан кейін тергеу біткеннен кейін бүкіл документтерді қолға алып көрдік қой. Не болды екен өздеп? Одан кейін сот басталды. Жаңағы мысалы енді көргеніміз толық, енді 99% фальсификация. Енді сіздердікі нонсенс болды шында да. Көп адам оны көрді, сотқа қатысты. Сіздің әріптестеріңіз мысалы келіп көрді. Әрине енді бәрі түсінікті. Дегенмен сол шешім қабылданды, ол іске асырылды, қазір күшке кірді. Сонымен уже қанша 2,5 жылдай болды ма?
сөйтіп бірақ мәселе ешқайда кеткен жоқ қой. Шындық мәселе сол қалды ғой дейміз. Қалды. Сол өкінішке орай сол осы қылмыстық істің негізінде нәтижелер қандай болды? Нәтиже біздің медицина саладағы цифровизация толық тоқтады. 5 жыл болды, ноль вообще ешқандай результат жоқ. Күніге айтады, біз ертең бүйтеміз, сөйтеміз, ананы істейміз, мынаны істейміз. Ештеңке жоқ. Сол деңгейде, мысалы, 2019 жылдың деңгейінде тұр. Тоқаевтан, қазіргі президенттен кешірім сұраған жоқпын деп. Негізі бізде бұл бұрыннан қарасаң, жақсы жұмыс істейтін дүние ғой негізі. Сіз егер кешірім сұрасаңыз, бәлкім басқаша өзгерер ме еді? Егер сіз кешірім сұрасаңыз, өзіңіздің қылмысыңызды мойындаған сияқты болатын бе еді? Неге бармадыңыз? Әлде сізді алдына кіргізуге мүмкіндік болмады ма, кіруге? Жоқ, енді біріншіден мен түрмеде отырдым, одан кейін үй қамауда отырдым. Кімге барасың? Екіншіден, енді мен сөйтіп тәрбиеленгем. Азамат ретінде, патриот ретінде. Елімізде заң бар. Конституция бар, қылмыстық заң бар, қылмыстық процессуалдық заң бар, адвокаттар. Мен адвокаттарға сендім. Олар айтты, мынау Елжан мынандай ешқандай толық доказательство жоқ, ешқандай қылмыс жоқ. Біз бұл істі ұтып аламыз, сөйтіп соған сеніп бір жұмыс жасадық. Енді әрине сондай ойлар болды. Біреу үлкен кісілер заказчик болғаннан кейін әрине мынау құқық қорғау органдарға, прокуратураға, сотқа қысым жасайды. Әділ шешім біз әрине күткен жоқпыз, бірақ бір оймен онда халық өзінің шешімін өзі қабылдасын деп, тек қана бір жол толық ашық көрсету. Соған тырыстық. Енді соңғы қылмыстық сот тергеуге салыстыруға болмайды. Қазір енді командамен көрсетіп отыр ғой, трансляция жасап, ұйымдастырып, мысалы, жоғары сот. Ол кезде біз бүкіл журналистік күнде шақырып, Facebook арқылы қосып, трансляция жасатқызып өзіміздің күшімізбен. Соған да біраз азаматтар шет жақтан, шет елден, Қазақстаннан көп дәрігерлер, басқа да мамандар, журналистер қосылып өздері көріп отырды. Сонда енді осындай біздің сот жүйеге сенім болмаса, халық енді өзінің шешімін өзі көрсін деген оймен біз осындай шешім шығарып, арағай жұмыс жасадық. Сонымен сот бітті. Бір өте маған маңызды бір мәселені айтайын. Сол тергеу басталғанда енді маған сондай ақпарат жеткізген, себебі өзім көрдім. Бір күні почтамен бас прокуратурадан маған қағаз келді. Осындай маған жіберген, түсінбедім. Президентке хат келіпті. Мен енді өзім Жамбыл қаласында туғам. Әке-шешем сол облыста, әкем Жамбыл облысының құрмет азаматы болған. Сол Жамбыл облысының 10 шақты 12 адам құрмет азаматтар президентке хат жазыпты. Осы Елжан Біртановтың ісі дұрыстап заңды түрде тергеу өтіп, заңды түрде сот өтіп, сол заңды шешім қабылдау ретінде көмек сұрапты президенттен. Әрине президентке ол хат жеткізбеген, себебі жолдастық па? Білеміз ғой, канцелярия деген. Олар сразу переадресация бас прокуратураға жазыпты. Бас прокуратура оларға айтыпты, вот сіздердің хат бойынша біз енді хат алдық, бірақ сол заң бойынша шешім болады деп маған жіберіпті. Хотя по процедуре мен ешқандай қатысым жоқ ол хатқа, мен тек қана сол алғаннан кейін көрдім. Сонымен сот бітті ғой, сол 23 жылда шектеу іске кірді. Сол мен Таразға барып, сол азаматтар жинаған бір ауызы шарасына. Ораза кезінде ғой, сол ақсақалдар ғой, үлкен кісілер. Сол кезде мен өзімнің рахметімді айттым, алғысымды. Себебі мен айттым, сіз мені білмейсіздер, тек қана бір дәрігер, қалғандары бәрі жазушылар, саяси қызметкерлер бәрі пенсияда көбісі. Бірақ өте енді құрметті азаматтар, шынында сондай атақтары бар. Әкеңіздің беделді отырған енді мен айтам, сіз мені танымай, бірақ әкемді танып, сондай хат жазды. Сол кезде енді мүмкін мен расында да сондай жемқормын да, соған сенбей, соған маған сенім көрсеткендеріңізге рахмет деп
сондай мен алғысымды білдіргем. Сол кезде Сейітхан аға деген біздің үлкен кардиохирург бар таразда, профессор, белгілі азамат. Сол айтты, басқа да кісілер айтты, Елжан, біз көрдік, біз естідік, қарадық. Біздің ойымша сен ешқандай қылмыс жасаған жоқсың. Сонымен біздің ойымыз сол, біздің арамызда, халықтың арасында сен басын көтеріп жүре бер деген. Енді мен соны ойлап отырмын да, бұрын елімізде енді андай қазіргіндей сот болған жоқ қой, енді билердің соттары болды ғой, халықтың сот деген сол ғой. Есінде елдің ағалар сондай маған сенім білдіріп, сондай шешім шығарса, маған сол да жетіп жатыр қазір. Олжас Әбішпен сұхбаттасқан кезде, ол кісі айтты, түрмеде отырған кезде мен өлетін шығармын деп ойладым дейді. Сіз қандай ойлар келді сізге? Енді мен шынын айтсақ көп отырған жоқпын, бір апта. Ал өкінішке орай Олжас 3 ай отырды. 3 айдың ішінде ешқандай отыруға себеп те болған жоқ. Себебі бір допрос жасаған жоқ. Просто түрмеде қамады, 3 айға қалдырып тастады. Тек қана күніге келіп, Біртановқа жаз, Біртановқа көрсет, Біртановтар жемқор екен, сондай не сұрады, показания сұрады. Айтты. Ол айтты, не айтамын? Осындай ешқандай жоқ, білмеймін. Мен өзімнің қызмет жасадым. Енді расында сол өзінің жұмысының жауапкершілігін жақсы маман, сол арқылы мен оны шақырғам орынбасар ретінде. Ешқандай жемқорлық болған жоқ. Қызметтеріміз жасадық. Не айтамын сіздерге деп. Соған әрине көп қысым жасаған, себебі Олжас енді жағдайда қиын болған, баласы бар. Ол кезде бір баласы, оған ерекше көмек, қолдау керек бала. Сондай жағдайда енді қатты қысым болған. Қайтадан айтайын, біздің өміз қазіргі құқық қорғау жүйеміз сөйтіп жасайды, өкінішке орай. Енді айтамыз, осы заң ең жоғары деңгейде болу керек. Мысалы, енді біріншіден сол құқық қорғаған органдар біріншіден сол заңды қолдау керек қой. Мысалы, әрине олар мүмкін біз қылмыскер, жемқор ретінде сондай адам деп сенеген, мүмкін сенген, мүмкін ойлар болған. Олар ойлады ғой, чиновник болса бәрі сол коррупцияға батқан адамдар деп. Бірақ эмоцияны бөлек алу керек қой, өзінің ойларын бөлек алу керек. Тек қана заң бойынша жұмыс жасау керек. Мысалы, тергеу болса тек қана процессуалдық заң бойынша жұмыс жасау керек. Мысалы, кейбір жағдайда көреміз ғой, шетелде. Сондай процессуалдық бұзушылық болса, тоқтатады, жібере салады адамдар. Мүмкін қылмыскерлер жібере салады. Бірақ заң сондай. Доказать ету керек. Дұрыстап тергеу жасау керек. Енді өкінішке орай мәселе ол қазір менде емес даже. Мысалы, қазір қанша адам СИЗОда отыр, қанша адам түрмеде отыр. Қандай сенім болады ол адамдар арасында да қылмыскерлер. Ешқандай сенім жоқ. Өзім көзіммен көргеннен кейін любой адамды ағаттап барып қамайды. Болды. Ертең фальсификат жасайды да отырғызады. Керек болған кезде. Енді Құдайға шүкір, ондай жағдайлар жиі болмайтын шығар деп сенеміз, президентқа сенеміз. Әрқашан соны айтып отырады. Қазір көріп отырмыз, мысалы, соттың төрағалары жемқорлық, взятка алып ұсталынып отыр. Не дейміз енді? Соттың төрағалары. Біз тек қана сотқа сенуіміз керек. Сұрасақ, енді мүмкін адам қылмыскер болса кешірім сұрауға, енді өзі персоналдық өзінің шешімі ғой, сезімі, шешімі. Бірақ әр адамның конституция бойынша, заң бойынша тек қана сотқа үміттеніп, соттың шешімін күтуіміз керек. Сол сот таза болу керек, 100%. Сіздер қазір пробацияда жүрсіздер, иә? Ал міндеттелген ақшаны, төлеуге міндеттелген ақшаны Олжас екеуіңіз теңдей бөліп жатсыздар ма? Қалай процесс жүріп жатыр? Енді сот шешім бойынша енді солидарно дейді ғой. Солидарно болғанда екеуміз бірге бірлесіп 1,3 миллиард ақша жаңа төлеуіміз қажет. Мысалы, ол ортаға бөліп төлеу емес. Екеуміз төлейміз, сол ақша толық төлегеннен кейін босатыламыз деген ой ғой. Енді мысалы, менің айлығым көп болса, или менің меншігім көп болса, мүмкін менен мысалы 1 миллиард ақша алады, ал Олжастан қалған ақшаны алады деген ой ғой. Енді солидарно деген сол. Екеуміз бірге сол ақшаны Минздравқа, денсаулық сақтау министріне төлеуіміз қажет. Сіздің мүлкілеріңіз тәркіленді ме? Қандай да бір?
Енді Алматыда әкем екеуміз 2005 жылы соққан үйіміз бар, сол аресте, соны сатамыз, сол неге төлейміз, бірақ енді сатқаннан кейін мүмкін 20 миллион теңге, мүмкін 30 миллион теңге. Шетін жауат Басқа ештеңе жоқ, майда шөде. Мен анда-санда айтады, үйіңізге барамыз, опис жасаймыз, телевизорыңды алыңдар. Алсаңдар алыңдар, турси, носкиімді алыңдар деп. Бәрін алыңдар. Сөйтіп айтама, телевизорға дейін аламыз деп айтама? Опис жасаймыз, заң бойынша сондай дейді. Енді Құдайға шүкір оған жеткізген жоқ, себебі біз сондай заң бойынша келісім бар. Енді біз Қазақстан Республикасының азаматтығымыз қалды ғой бізде. Біз азамат ретінде құқықтарымыз бар, жұмыс істеуге, бала шағаны асырауға. Соған жұмыс істеуге бізге рұқсат берілді, тек қана мемлекеттік жүйе болмасын. Сол жұмыс алып жатқан жұмыс салқыны, еңбек ақысына 50%-ға біз төлеп тұрамыз. Сөйтіп төлеп тұрсақ, болды. Төлеп тұрыңдар, тәртіпті бұзбаңдар, заңды бұзбаңдар. Сөйтіп Олжас екеуміз қазір осы бағытта жүрміз. Жалақыларыңыздың 50%-ын төлеп отырамыз. Бірақ мен санап шықтым. Енді Қазақстанда ортаншы өмірдің ұзақтығы 71 жасты болса, ер азаматтарға соға дейін біз соны толық төлеуіміз үшін екеуміздің айлығымыз 6 миллион теңге болу керек. Олжаста 6 миллион теңге, менде 6 миллион. Сонда ай сайын 3 миллион теңге төлесек, сонда 71 жасқа дейін біз құтыламыз. Күлкілі нәрсе былай қарасаң. Сондай соттың шешімі біздің. Осыдан кейін сіз көңіліңіз қалған жоқ па жалпы Қазақстаннан, Қазақстан жүйесіне? Енді түрлі ойлар бар, бірақ ол менің Қазақстаныма, еліме сезім ол соттың шешіміне байланысты емес. Мен өзім осы елдің азаматымын, Қазақстанда туғам, Қазақстанда тұрам. Өзімнің отбасым бар, соны ойлауым керек, елімді ойлауым керек. Сонымен енді не болды? Шешім болды, енді болған болды. Бірақ мен 100% сенемін, бір күні бұл шешім жойылады. Себебі платформа, жаңағы істемейтін платформа деген істеп тұр. Оны денсаулық сақтау министрі білмей пайдаланып жүр. Осы жерден толығырақ айтсаңыз. Олжас жақында онлайнға шығып, YouTube-қа видео түсірді, көрсетті қалай. Кейбір платформаның сол кезде Харвардтар келіп көп жұмыс істеді ғой, сол жұмыстардың біреуі интеграциялық техникалық шешімдер. Олар әлі де мемлекеттік ЕГОВ-тың платформасында істеп тұр. Бізге не дейді сот? Біз мысалы енді контракт бойынша қанша еді? 17 миллион доллар ма? 17 миллион доллардың енді көбісін біздің алдымызда істеген министрлер Дүйсенова, Цой бәрін төлеп тастаған. Біздік соңғы последний акт төлегенбіз. Себебі бір жылдың ішінде Харвард Эриксон деген үлкен компания бізге қысым жасады. Себебі олар айтады, біз бүкіл толық жұмысты бітірдік. Сендер дайын емес болсаңдар, біз не істейміз? Бізге ақшамызды төлеңіз, немесе біз халықаралық сотқа береміз. Расында біз сол 2018 жылда барлық эксперттерді шақырып, бәрін тексертіп, олар қол қойды. Расында істеп тұр. Бүкіл енді телевизор сатып алғандай болдық қой, телевизор бар, барлық техникалық істеп тұр, пульстер бәрі істеп тұр. Аспаннан сигнал, КТК-дан сигнал келмей тұрды. Сигнал бар, аналоговый, бірақ цифровой сигнал келек. Соған КТК телевизор көрсету үшін, мысалы КТК аналоговый сигнал цифровойға аудару керек деген. Сонда телевизор көрсетеді. Соны біз телевизор қабылдадық, толық ақшасын төледік. Бірақ 3 жылға гарантия болды. Олар айтты, 3 жылдың ішінде контракт бойынша ғой. 3 жылдың ішінде әрі сигнал дайын болғаннан кейін біз оны қосып тұрамыз. Болды. Соның ары қарай жұмысы атқардық. Мысалы, сол кезде 19 канал дейік, 19 ақпараттық жүйені қосу керек болды. 11-і дайын болды. Енді қиын жұмыс расында, себебі ол бәрі ескі программалар, оны қосу үшін біраз өзгерістер енгізу керек. Бірақ бізде кодтары болған жоқ, бұрын жасаған программистер жеке кетіп қалған, көбісі жоқ, уже ондай компаниялар да жоқ. Бірақ бізде программа бар, бірақ оны өзгерту үшін енді уақыт керек. Соған уақыт бойынша істедік. Енді біздің негізгі мақсат платформаны іске қосу керек қой. Соның бәрін жұмысты атқарып, заң бойынша бүкіл испытание өткізіп, біздің ақпараттандыру заң бойынша қабылданған кейін 1 жыл опытный эксплуатация.
біз заң бойынша любой ақпараттық жүйе, мемлекеттік ақпараттық жүйені төлегеннен кейін 1 жылдан кейін іске асыру керек. Біз төледік, 1 жыл тексердік. Сол 2020 жылдың шілде айында мен ауруханада жатқам, сол кезде Олжас звондап маған хабар берді, шығар. Анау промышленный эксплуатацияға комиссия, ведомствоаралық комиссия, денсаулық сақтау министрлігі, цифрлық министрлігі, анау ақпараттық қауіпсіздік комитеті КНБ-ның бәрі қол қойып, қағаздар жинап, все, мынау платформаны іске қосуға мүмкіндік бар, ешқандай қауіп ештеңке жоқ, қосуға болады деген шешім шығарды. Ары қарай біз план бойынша іске қосып, оны пайдаланамыз деген сондай ой болған. Сол кезде оны қауіпсіздікке қамап тастады. Сол кезде бір күннен кейін оны қамады түрмеге. Сіздердің жоспарларыңыз бойынша платформаға салынған кез келген дәрі-дәрмек қайда кетті, кім алды, қайда жұмсалды, барлығы тұратын еді? Біздің платформа біріншіден мемлекеттік бүкіл ақпараттық жүйелерді қосып, сол қандай енді 20 жылдан астам, 10 жылдан астам жиналып отқан ақпарат қой. Мысалы, сіздің, менің, мысалы, амбулаторлық карта, соңғы 10 жылдағы емделген стационарлық карта, барлық цифрлы түрде сақталып отыр, бөлек-бөлек жүйелерде. Қант диабетпен ауыратын науқастардың регистрі, онкологиялық регистр, туберкулездік регистр, түрлі сондай регистрлер бар. Екі қабат адам сондай поликлиникаға барып неге тіркелінсе, сразу бөлек регистрға кіргізеді. Сондай статистикалық системалар, 19 система. Соны бүкіл әр системаны платформаны қоссақ, сонда платформа бүкіл любой осы иін бойынша любой ақпаратты, дәрі-дәрмек, қанша дәрі-дәрмек келіп жатыр, қанша дәрі-дәрмек сатып алып жатырмыз, расход қандай, соның бәрі ақпарат ішке кіреді ғой. Сонда бөлек ақпараттық жүйелердегі ақпарат, оны біріктіріп анализ жасауға болады. Мысалы, онымен қатар басқа мемлекеттік базаларды қостық. База данных физлист деген бар, ГБДФЛ, ЗАГС, өлген адам. Мысалы, қазір дәрі-дәрмек, мысалы, диабеттің дәрі-дәрмек, мысалы, осындай Иванов или Ахметов деген науқасқа бердік, соншама бір жылдың ішінде, мысалы, 10 коробка дәрі бердік деп списать етеді ғой. Бірақ ол тірі ма жоқ па, сіз білмейсіз. Себебі өлген адамның системасы басқа. Сонымен екеуін платформа айтса, платформа өзі автоматически шығарып тұрады. Мысалы, мынау науқас, мысалы, Павлодарда оған ақша дәрі алып жатыр, бірақ ол науқас Таразда тұрады екен. Мынау науқас қайтыс болған екен. Мынау науқас уже туберкулезбен ешқашан ауырған жоқ, мысалы, бірақ оған дәрі-дәрмек беріліп жатыр. Сондай ақпарат. Сол бәрі дайын болған жүйе ғой енді. Тек қана қосу керек еді. Қоспады ғой. Енді ары қарай, мысалы, жарайды. 17 миллион теңге. Оның 17 миллионның 12,5 миллион бағасының құрамы ол лицензия дейді. Авторское право, интеллектуальная собственность. Екі жүйенің халықаралық жүйе системаны пайдаланған, как телефонда не бар ғой, лицензионное соглашение, iOS, я дұрыс айтасыз. Сонда екі система Oracle, енді дүниежүзілік бірінші ең үлкен IT компанияның лицензиясы, причем бессрочный. Екіншісі сол Эриксонның электронный health exchange деген, именно медицинаны алған система. Сол екеуі 12,5 миллион доллар, қалған 4,5 миллион доллар ол жаңағы жұмыстары. Оның 500 мың доллар гарантия болған, 3 жылға тастаған гарантия. Сонымен где-то сол 3,5 миллион доллар жұмыс, чистый жұмыс. Разработка, тестирование, обучение деген бар. Сондай жұмыстар ғой, сол 3 жылдың ішінде 15 жылдан бастап, 16, 17, 18 жылда 3 жыл сопровождать еткен жұмыстар ғой жаңағы компания. Сол жоқ деп шешім шығарды ғой. Ешқандай жұмыс болған жоқ. Себебі осы 3,5 миллион толық штраф ретінде сендер қайтаруың керектір. Олжас екеуміз. Ол компаниядан өтеуге болмай ма? Сіздердің құқықтарың жоқ па компанияға өтініш беруге қайтар деп? Өте дұрыс сұрақ. Біз компанияға енді 100 рет хат жаздық.
олар енді жеке компания болғаннан кейін олар әрине істеген жұмысымызды істейді. басқа мемлекеттің үкіметімен соттасуға особо қызықпайды. Біз оларға жазсақ, олар айтады, біз енді Қазақстандағы заңды түрлі тергеуге біз кірісуге бізде құқығымыз жоқ деп ответ бізге береді. Бізге запрос келсе, біз запросқа жауап береміз. Бірнеше запрос келді, жауап берді. Енді жауап болғанда позицияны біз толық 100% жұмыстарымызды жасадық. Ақшамызды алдық болды. Біз бұл платформаны ертең шақырсаңдар келіп, оны қосуға біз дайынбыз деп. Сондай халықаралық сот арқылы показания берді. Бірақ оның алдында президентке хат жазды. 2021 жылда президент Тоқаевқа біздің денсаулық сақтау министрлікке официально хат жазып, елшілік арқылы бізге МИД арқылы жеткізді Қазақстанға. Біз енді орысша айтқанда озабочены дейді ғой. Себебі Хорватия мемлекеттің сыртқы істер министрлігі сопровождать етті ғой, нота деп, дипломатическая нота, ол өте жоғары деңгей. И соған жаңа хаттарды прилагать етеді. Сол кезде президенттің атына, жаңа компанияның президенті. Біз әрқашанда өзіміздің жұмысымызды көрсетуге дайынбыз. Қазақстан елінің пайдасында осы платформаны қосуға біз әрқашан дайынбыз. Біз жұмысты бітірген жоқпыз, қашып кеттік деген келіспейміз. Ары қарай енді сол хат жіберді, бірақ президентке жеткізген жоқ, біз білеміз. Тағы да хат жіберді. Сол 2022 жыл сот кезінде бірнеше сондай хаттар келіп түсті жаңағы компаниядан. Оларға енді айтады, алдап солып, сіз араласпаңыздар, сот өтеді, біз бәрін разбереміз, қатырамыз деген сондай АФМ, біздің сыртқы істер министрлігі сондай жауап береді. Бәрі переписка біз неден алғанбыз, адвокатский запрос бойынша. Бәрі переписка сотта көрсеттік қой. Мысалы, заң бойынша енді өзіңіз де түсінесіз, мүмкін біз сол ақшаны расында жаңа жүйе дайын емес ретінде жоқ жұмысқа басқа компанияға төлесек, жауапкершілік кімдікі? Біріншіден біздікі, действительно, да? Халатны, жаңағы превышение. Бірақ олар істемеген жұмысқа ақша алды ғой, сонда, по логике. Рас қой. Оған басқа бізде статья бар. Қылмыстық кодексте, мошенничество дейді. Сонда АФМ несі бізге қозғалтады, превышение, злоупотребление. И аналарға да іс қозғалтады. Әрине, автоматически. Мошенничество деп. И ол істі тығады. Ешкімге көрсетпейді. Себебі он іс енді ол бойынша зерттеу жасақ, ол бойынша олар Хорватияға оперативный группа жіберу керек. Олар допросқа шақыру керек. Уже мемлекет аралық болып кетеді. Иә. Для формальность бір-екі не жіберген, международный запрос. И оған ответ жоқ, әрине. Хорваттар игнорирует. Сонда сөйтіп на паузу қойып қояды. Сол кезде хорваттар уже, біз оны жібереміз ақпарат. Біз официально запрос через Генпрокуратура арқылы аламыз. И хорваттарға, вы в курсе, сіз мысалы бізден қашып жүрсіз, бізге қолдау бермей жатсыздар, бізге толық жұмыс жасадымызды келіп айтпайсыздар ма, көрсетпейсіздер ме деп. Вот сізге ақпарат жеткізіп жатыр. Олар аналарға звондайды. Прям не бар, служебный записка. Біздің елші. Кеше бізге елшілікке хорватиялық компания басшылар келді, очень агрессивно настроен деп, озабочен деп. Біздің екі мемлекеттің аралық қарым-қатынас бұзылып жатыр деп. Сондай хат центрға жібереді. Сонда біздің өкімет не істейміз, бүкіл органдар жинайды, солай айтып, жоқ, біз тергеу бітіруіміз керек. Сонда біздің елшісі, онда сіз тергеу орган аналарға хат жіберіңіздер деп, что аналар сізге ешқандай претензия жоқ. Сөйтіп жазады. Кеше Ратель газетті шықты ғой сол. Мемлекеттік біздің құқық қорған орган, мемлекеттік орган жазады. Уважаемый президент Ковачевич, в отношении ваших сотрудников никаких расследований не ведется деп. Ағылшынша, қазақша, орысша. Өтірік. И МИД арқылы жібереді сол өтірікті. Біз одновременно көрсетеміз, міне ЦПСИ, Центр правовой статистики. Дело зарегистрировано, есть дело по мошенничеству в отношении работников Эриксон.
Соны әрине олар түсінеді. Эриксон қозғалса, халықаралық сотқа келсе, ол толық доказать етеді, что бүкіл жұмыс істелінді, ешқандай қылмыс жоқ. Значит, Биртановты, Олжасты бекер қамады, бекер 2,5 жыл соттап жүр. Енді ол үлкен скандал, әрине. Біздің құқықтар органдарға, оның себебі АФМ бар, прокуратура бар, сот бар, бәрі қолдап бізді енді не қылып жатыр, прессовать етіп жатыр. Содан қорқады. Қазір де қорқады. Себебі қазір де олар дайын. Мысалы, соттың шешімі шықты, бізді соттадық. Біз сотталдық. 22 жылдың аяғында, октябрь айында приговор алдық. Сразу неге Хорватияға жібердік. Осындай біздің сот шешім бойынша сіздер недобросовестный болып шықтыңдар. Сіздер істемеген жұмыстың ақшасын алдыңдар. Ақшасын қайтарыңдар. Біз жаздық. Менің адвокаттар. Мемлекет жазып отқан жоқ, ақшаны қайтарыңдар деп. Мемлекетке уже сіздерге де сол жауап келді. Біз дайынбыз. Пожалуйста. Жоқ, олар 30 ноябрь 2022 жыл, 23 жылда, 23 жылда, бір жыл бұрын опять МИД арқылы хат жазады үкіметке. Біз в шоке, біз келіспейміз, біз международный сотқа барамыз, арбитражға барамыз. И 28 бетте не жазады ғой? Анау проговорға возражение. 28 бетте соған жібереді үкімет. Үкімет опять кипиш. Бір-біріне хат жазады, ана жаққа. МИД жазады үкіметке. Просим принять решение деп не істейміз дегендей. Сөйтіп жауап бермейді. Сөйтіп сонымен қалды. Сізді үкіметте қасыңызда жүрген кезінде оның бәрін біз адвокат запрос арқылы алып жатырмық. Соған горсудқа барғанда апелляцияға соны көрсетіп жатырмық қой, міне көріңіз. Международный канал болайын деп тұр. Себебі сіздер сот ретінде әрине кішкене енді мемлекеттік еліміз туралы кішкене ойласаңдаршы, ертең мынау Британов соттау үшін біз международный сотқа жаңағы статья ретінде дело болды ғой, сол секілді тұрып қалсақ не істейсіңдер? Онда уже там 3 миллион емес, оны 300 миллион доллар төлейсіңдер штраф. Қазақстан төлейді, біз төлейміз. Сондай жағдай болды. Бірақ енді өкінішке орай бәрін игнорировать етті ғой біздің сот. Бірақ ендігі қадамыңыз қандай? Сіз қазір жоспар құрып отқан шығарсыз? Енді қазір сол 2020 жылдан бастағаннан кейін 5 жыл өтті ма, 5 жылдың ішінде біздің денсаулық сақтау министрлігі 3-4 попытка жасады. Бүкіл жаңа ақпараттық жүйелерді бас қосу үшін интеграция дейміз ғой. Мынандай шешім, бәрі істемейді, бәрі профанация үшін. Ақша алады мемлекетте. Анау кешеде шықты ғой, Ротель газетте. 2022 жылда Ажаргина айтты, вот біз ақша алдық, бәрін қатырамыз. 2023 жылда Тужанов жазды, вот біз ядро жасап жатырмыз, бір жарыстың бәрін қатырамыз, бәрін бас қосамыз. Ош, Бил, Тамара Касымовна, вот жылдың аяғынан бәрін қатырамыз. Жыл бітті, ештеңе жоқ, 0. Ақша кетіп жатыр. Ана жақта қандай дәрі-дәрмек кімге жетіп жатыр, кімге жетіп жатқан жоқ, қандай приписка бар, қандай приписка бар, ешкім білмейді. Себебі әр жүйе өзінің системасымен жұмыс жасайды. Сонымен енді жақында мен денсаулық сақтау министрі кездестім. Айттым, енді жарайды. Біздің приговор қылмыс болған болды. Бірақ енді мынау еліміздегі денсаулық сақтау мәселе ғой. Бір ақпараттандыру ары қарай жылжыту керек. Президент жыл сайын айтып отыр. Дайын нәрсені ала салыңдар. Шешім қабылдау керек. Сонда екі жол бар. Шынын айтайық. Бұндай интероперабіль дейміз ғой, платформа интероперабіль жасау үшін енді үлкен компания, үлкен потенциал болу керек. Бізде ондай компания жоқ. Елімізде. Шынын айту керек. Оны тек қана техникалық мамандар біледі. Мысалы, Oracle деген компания қазіргі күнде осы халықаралық деңгейде ең бірінші үлкен компания. Біздің оның Oracle компания сатып алған шешіміміз бар қолымызда. Бірақ дегенмен екі жол. Біріншіден қайтадан техникалық концепция жазып, технико-экономическое обоснование, бюджеттен ақша сұрап, одан кейін техспецификация жазып, жаңа платформаға конкурс өткізіп, одан кейін 2 жыл сон платформа разработка, толық 3-4 жыл кетеді. Мүмкін $100 миллион соған жұмсау керек. Сондай жүйелерді бас қосу үшін күнделіктегі біздің қаржы жетіспеушілігін, медициналық қызметтің сапасын көтеру үшін
жаңағы түрлі приписканы жою үшін сондай шешім қажет. Олсыз болмайды. Интеграция немесе бәрін жауып тастау керек. Оған қазіргі министрде ондай характер жоқ қой. Мәселе характерде емес, характер бар. Қорықпай Либо істеуді. второй вариант, жаңағы ескі платформаны Қайтадан анализ көтеріп. жасап, доработка жасап, жаңағы Эриксоннан кешірім сұрап, қайтадан елге әкеліп, мүмкін енді 100 миллион емес, мүмкін жаңағы бұрын тартып алған 500 мың долларды қайтарып, гарантия бойынша алып қойды. Оған сіздің арты ашылады ғой бәрінің. Иә, сол. Тек қана бір мәселе. Бәрін тоқтатып тұрған осы Біртанов пен Абишевтің мәселе. Сонда енді менің ойымша енді біз мен туралы ойламай, енді бүкіл халық туралы ойлану керек қой мемлекет. Егер сондай жағдайға вариантты қарайтын болсақ, сіз кешіруге дайынсыз ба? Мен ешқандай менде обида жоқ менде. Мен оны уже ұмытып тастадым. Өткен жағдай. Неге кешіремін? Болған жағдай болды. Енді мен айтам әрқашанда басқа Жүректе қалды ғой. Енді мысалы мен әрқашанда врачебный ошибкаға жаңағы қарсы шығамын да. Сіз бұрыннан әр салада ондай мүмкін, тергеу салада мүмкін. Мәселе ондай емес. Мәселе қазір біздің еліміздің денсаулық сақтау болашағы. Біз қазір 5 жыл тоқтап тұрмыз. Басқа мемлекетке қалып бара жатырмыз. Қазір уже жаңағы жасанды интеллект енгізуге қажет. Оған бізде данныйларымыз бар. Бүгін мысалы Швейцариядан маған бір үлкен маман звондап жатыр. Қазақстанда ең уникальный жағдай көп данные, себебі сендер цифровизацияны денсаулық сақтау салада СНГ ең біріншілер бастаған мемлекет боласыздар. Бізде уникалдық возможностьтар бар. Бірақ оны пайдалану үшін бәрібірін қосып халықаралық стандартқа әкелетін платформа жоқ бізде. Бар, бірақ жоқ. Сонымен сол либо жаңадан жасау керек, либо мынаны жөндеп қосу керек. Енді шешім мемлекетте ғой. Министрге қай вариант кішкене? Жоқ, мен ешқандай қысым келтірмеймін. Жоқ, қысым емес, өзі қалай қабылдады? Біз жалпы қазір мен енді Шымкентте үлкен жобамен айналысып жүрмін. Сол жоба бойынша мемлекеттік жеке неміз бар. Қарым-қатынасы бойынша контрактымыз ГЧП дейміз ғой. Сол контракт бойынша біз үлкен инвестициялық жоба іске асырып жатырмыз. Бізде елімізде болмаған халықаралық деңгейдегі емдеу орталығы 1000 койка, 1000 төсек орынға жуық ең үлкен клиника болады бізде мемлекетте. Тек қана клиника емес, ол университет білім беретін аурухана, поликлиникасы бар, бәрі бар, онкология. Соны іске асырып жатырмыз, құрылыс басталса мен басқарып жүрмін. Әрине күнделікте мемлекеттік органдармен, әкіматпен, Минздравпен жұмыс жасаймыз. Жоғары деңгейде біздің әріптестігіміз. Бізді жақсы қолдап жатыр қазір. Денсаулық сақтау министрлігі, жергілікті әкімшілік, Шымкент халық әкімдер. Керемет жоба. Сонымен әрине күнде кездесеміз. Жақында министр өзі келіп көріп кетті. Жаңағы құрылыс басында көрсеттік бәрін. Халықаралық партнерлар келіп жатыр. Енді өте маңызды жоба, мен соған қуанып жүрмін да, бақытты адам мен. Осындай маған сондай мүмкіндік түскеніне. Әрине, енді жеке өзіміздің Қазақстанның инвестор кісі ондай болмаған емес. Енді жақсы мемлекет қолдау жақсы болды. Сол бағытында енді кездесемін, сол кезде мен ұсыныс бергем. Мәселе менде емес. Мәселе қазіргі денсаулық сақтау саладағы ақпараттандыру бойынша жағдайды менің ойымша тәуелсіз халықаралық эксперттер әкеліп, мүмкін 1 ай, 2 ай не жасау керек, экспертиза, немесе аудит, немесе исследование жасап, не істеуіміз керек, қандай шешім бар. Соны мемлекетке сондай көмек біреу көрсетсе, ол кісі түсінгендей болды ма? Иә, әрине. Тек қана ол кісі емес, қазір бірнеше халықаралық ұйымдар сондай консалтингті қолдауға дайын болып отыр. Тек қана айтады, өкіметтен шақыру болу керек. Өкіметтен қолдау болу керек. Себебі енді қожайынсыз қалай кіресің басқа мемлекетке. Сонымен менің ұсынысым сондай. Президент жыл сайын жолдауында как минимум 1 рет, 2 рет, 3 рет айтады, ұрсат денсаулық сақтау саладағы цифровизация толық өтпей жатыр. Шынын айту керек, ол тоқтап тұр. Біз әрқашанда біздің чиновниктер айтады, көп болады, ертең қатырамыз, өзіміз бірдеңке жасаймыз. Өзіміз деген кім ол? Өзіміз сол денсаулық сақтау саладағы министрліктің өзінде немесе қасындағы кәсіп орындағы мемлекеттік
енді неміз бар ғой, мекемелерде отырған чиновниктар, олар программистер емес. Ондай жүйені құру үшін енді космический корабль секілді ғой, біз мысалы ондай бізде опыт та жоқ, тәжірибеміз жоқ, біліміміз жоқ, мүмкіндіктеріміз жоқ, ондай лицензияларымыз жоқ оны жасау үшін. Сонымен мен айтам, ладно, бізге сенбесеңдер, біз енді заинтересованное лицо болғаннан кейін халықаралық эксперт. Сол 2013-те содан басталды ғой. 2013-те марқұм Салидат Қайырбекова министр сол кезде халықаралық компания шақырып, дүниежүзілік банк арқылы төлеткізіп, олар полностью не жасады, концепция, қалай жасау керек. Сода бәрін жазған, в том числе мына платформа керек еді. Ол платформа керек, ешқандай күмәнім жоқ, себебі барлық мемлекетте ондай платформа қазір. Түбі келеміз дейсіз ғой. Түбі келеміз. Тек қана денсаулық сақтау салада емес, әрбір салада сондай платформалар болу керек. Немесе толық мемлекеттік деңгейде үлкен платформа болу керек. Барлық жаңағы мүмкін қанша мыңнан мүмкін астам түрлі ақпараттық жүйелер бар. Оның бәрін қосу үшін, себебі ол адам секілді ғой, бір адам қазақша сөйлейді, мысалы Шымкент диалектпен, бір адам өзбекше сөйлейді, бір адам орысша сөйлейді, бір мемлекетте. Бірақ оның бәрін түсіну үшін бір мемлекеттік официалдық стандартқа келтіру керек. Сол ақпараттық жүйелер, сол халықаралық стандарттар бар. Сол ақпаратты тартып, анализ жасап, информация беріп, аналитический график шығарады, планирование жасайды. Тағы 5 жыл өткізіп алсақшы. Сол ғой айтып жатқан. Сонда 1-2 айдың ішінде эксперт та келсін, қарасын, басқа бүкіл жүйелерді қарасын. Енді эксперт деген сол ғой, ашады да көреді. Қандай тілмен жаңағы программирование дейді, немен жазылған, қандай стандартпен, оның келешегі бар ма, немесе тоқтату керек па, немесе қосу керек па, сливать ету керек па. Сондай мәселе. Сонда айтсын, жарайды, расында мынау платформа болмайтын жағдай, лақтыру керек, списать ету. Онда неғып списать етпей отыр. Неғып оны лицензиялап ұстап отыр. Не үшін денсаулық сақтау? Оны жаңағы Хорваттар жасаған интеграционный сервистер жаңағы смарт бриджде қазірде қосылып тұр. Не үшін пайдаланып отыр? Онда жарайды, онда давайте анализ жасайық, мысалы 1,3 миллиард теңгенің мысалы мүмкін 50%, 60% арасында жасалған жұмыс, қалған, жасалмаған, оны қайтарыңдар, немесе жарайды бір танықпен олжас төлесін. Сонда түсінікті. Соған сенуге болады. Ал сот шешім біз көрсетіп жатырық, вот отчеты қанша адам, 10 шақты, 20 шақты, 30 шақты адам оқытылған. Міне отчет жоқ. Олар айтып да, бізге оқыту, осындай обучение провели. Мынандай тесттерін да жасады, свидетельді айтып жатыр. Жоқ. Ибрагим Алкенов мырза сотшы. Жоқ. Мен бұған сенбеймін. Свидетельдерға сенбеймін. Анау экспертизаға сенемін. Ал экспертиза кім жазды? Экспертизаны бір жігіт бір күннің ішінде 3 жерде Усть-Каменогорск, Астана и жаңағы РЦС-ді 3 үлкен жүйелерді бір күннің ішінде экспертиза, мынандай экспертиза жазып шыққан Ремнев деген мырза. Соны АФМ негізіне салып, оны ары қарай итерген независимый экспертиза деп. Ол даже маман емес, информатиканың мұғалімі. Онда жүйелер білмейді, түсінбейді. Айтишник емес. Айтишник, бірақ айтишник болғанда... Кәсіби айтишник. Айтишник врач секілді ғой. Есть скорый врач, есть участковый врач, а есть профессор нейрохирург. Бәрі врач біз. Сонымен жаңағы сондай деңгейдегі өткен экспертиза. Соны сот соған сеніп бізге сенбеді ғой. Енді медицина туралы сұрайыншы сізден, қанша дегенмен, біздің медицина қаншалықты дамыған қазір? Сіз өзіңіз анализ жасап айтып бере аласыз ба? Міне мына бағытта бізде жақсымыз. Көбіреулер айтады, бізде нейрохирургия жағы мен жүрек жақты тексеру жағы өте мықты дамыған дейді, кардиология жағы бізде. Бұл рас па? Рас, жаман емес. Расында халықаралық деңгейде дамыған деп айтуға болады. Көп салалар, мысалы жаңа сіз айтқан кардиология, кардиохирургия. Конкретно осы астындағы орталықтар, нейрохирургия, ұлттық нейрохирургия орталықтар, олар өте жоғары деңгейде. Енді жалпы енді өте бір жағынан жай жаңа сұрақ, бір жағынан тікелей айтуға өте қиын, себебі қай деңгейге дамыған десе, онда салыстыру керек қой. Немен салыстырамыз? Европалық медицинамен салыстырамыз ба, немесе түріктер неге жақсы? Түріктермен салыстырамыз ба? Әрине, біз дамыған мемлекеттердегі
денсаулық сақтау жүйелердің енді тиімділігін салыстырсақ, біздікі төмендеу. Сондықтан ма біздікілер ана Кореяға барып чекап өтіп келеді? Бірақ жаңа комплекстік мәселе дейміз ғой, көп жағдайда біздің науқастар Кореяға барады, Түркияға барады, сонда олардан ем алады ғой, көп ақша шығарады. Бірақ нәтижесі тура сондай болады. Көп жағдайда басқа мемлекеттерде біздің бұрынғы азаматтар келіп біздің орталықтар емделеді, себебі біздің орталықтардағы ем халықаралық деңгейде. Сонда мәселе расында деңгейде емес, жаңағы технологиялық деңгейде емес, медициналық сапасында емес, көп жағдайда мәселе тек қана пациенттердің сенім бойынша. Медицинада түрлі жағдай болады. Жай, мысалы, үлкен мәселелер, онкология болсын, созылмалы, қатты енді әсер еткен аурулар. Сонда әрине өте қиын диагноз қоюға қиын, жиі кездеспейтін аурулар. Сондай жағдайда біз сенбейміз өзіміздің мамандарға. Барып шетелден іздейміз. Онкология болсын да, кардиохирургия болсын. Ал күнделікте болып жатқан аппендицит, травма, қаншама мыңнан астам күнделікте бізде емханаларда, ауруханада емделіп, аман есен шығып, үйлеріне қайтып, ары қарай өмір сүріп жүр. Оны біз санамаймыз, оған біз қарамаймыз. Менің ойымша медицинаны бағалау үшін түрлі объективтік факторлар болу керек. Біріншіден, жарайды содан бастайық, халықтың сезімі, сенімі. Оны әрине зерттеуге болады, жаңағы социологических опрос жасап. Бірақ енді нәтижесі белгілі болып тұр да, жасайды ондай. Енді шынын айтсақ, 50%, 60% қанағаттандырылмаған азаматтар. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, жаңағы тиімділік индикаторы болады. Уровень летальности, смертности деген бұл, оснащенности, сондай индикаторлар. Барлық ғылыми статистикалық индикаторымен бәрін шет жақтан комплексно, объективно қарайық. Бірақ ондай зерттеу жоқ. Мен енді қазір ғылыммен айналыспаймын, бірақ өзім медицина ғылымының докторымын. Бұрын сол ғылыми жұмыспен айналысқан. Мен тек қана сондай ғылыми зерттеудің нәтижелеріне сеніп өскем, сондай маманмын. Мен субъективтік мәселеге көп сенбеймін. Себебі барлық доказательная медицина деген сол ғой. Барлық нелеріне өзінің ғылыми зерттеу жұмыс арқылы мынау тиімді ма, осы дәрі-дәрмек, бұл мысалы операция, бұл технология, сақтандыру жүйесі, мынау реформа тиімді ма, тиімді емес па, оны зерттеу керек. Бірақ тек қана осы біз халық сенбейді, халықтың көзқарасы сондай, оны кім зерттеді? Біз қазір ойлаймыз, мысалы, неде әлеуметтік жүйелерде, телевизордан критика көрсет, тек қана соны көрсек, әрине, сіз өзіңіз журналист білесіздер. Неге біздің телевиденияда, мысалы, позитивтік емделіп, жақсы нәтижемен емделіп, өмірі сақтандырылған пациенттерді біз көрсетпейміз. Біз тек қана мынандай проблема болса... Просмотр аз болады. Просмотр аз болады. Сонда бізге не маңызды? Просмотр маңызды, немесе медицинаның жағдайы маңызды? Телевизияға просмотр. Вот өзіңіз айтты. Сонда телевизия дұрыс просмотр рейтинг үшін телеканалдар тек қана сондай ақпарат береді. Себебі позитивті ешкім жақтырмайды. Бәріне айтады ғой, жаңа бір журналист досым айтады, орысша, телевидение нужна порнуха, чернуха и желтуха. Вот раз оны халық көреді, жақсы көреді. Сондай психологически біздің жағдайымыз, қоғамдық жағдайымыз сондай. Тек қана осы үш мәселе керек. Скандал, негатив, сондай мәселе. Позитив қызықпаймыз. Сонда позитив, тек қана негативті көрсек, бірақ өмірде сол ғой, всегда есть позитив, есть негатив. Бірақ позитивті біз көрмесек, тек қана негативті көрсек, сонда қандай восприятие болады? Бәрі жаман. Бәрі жаман. Бірақ статистиканы көрейік. Қанша адам ауруханаға келіп, емделіп, аман есен шықты, удовлетворен, результат 100%. Қанша адам? Ешкім білмейді. Себебі күнделікті 1000-нан астам адам любой больницаға барып тұрсаңдар, выписка ұрып жатыр. Адамдар келіп жатыр, шығып жатыр, келіп жатыр, шығып жатыр. Поликлиникаға қанша адам келіп жатыр. Біздікі жаңа технология сонда получается 10 адам емделіп шыққан бір адамның несіне жамандығына сенеміз де, басқа 9 адам біз қарамаймыз даже. Сонымен мен айтып жатырмын, біздің медицина керемет деп айтып жатқан жоқ.
біздің медицинаны біз қолдауымыз үшін біз оған объективті түрде зерттеп қарауымыз керек. Көзқарас дұрыс болу керек. Біздің өзіміздің дәрігерлерді, мұғалімдерді, мамандарды әрқашан олар жемқор, түк білмейді, дипломдар сатып алған, дұрыс емделе алмайды, сөйтіп тепкілеп отырсақ, олардың көңіл күйі қандай болады? Олардың өзінің ойлары қашан болады? Олар әрине көбісі қазір, енді біз араласамыз ғой, бірнеше чаттар бар, сокурсниктеріміз бар, әріптестеріміз бар. Бәрі соны айтады да. Бізді уже затравили дейді. Жаман кетіп жатыр. Кетіп жатыр, қайда кетіп? Шетелге кетіп жатыр. Мысалы, мен сізге шынайы айтайын, любой дәрігер 15 жылдан кейін өте жақсы дәрігер болып шығады. 20-25 жаста керемет дәрігер болады. Сол керемет дәрігерлер бәрі, мысалы, бәрі көбісі қазір кетіп жатыр, себебі олар енді өзінің бағасын жақсы біледі. Олар конференцияға қатысады, халықаралық әріптестермен айналысады. Қазір барлық дамыған мемлекеттерде дәрігерлер жетіспеушілік бар. Тек қана Қазақстанда емес, дүние жүзі, Америкада, Европада, Германия бәрі шақырады. Келіңдер бізге. Жалақысы көтеріп, жоғары, заң бойынша барлық заңдар мәселелер шешілген, қолдаймыз. Материалдық және әлеуметтік жағдайлар өте дұрыс. Сонымен кетіп жатыр. Бізде жалақы жақсы ма? Жалақысы бізде шынайы өте төмен. Өте төмен. Медицина салады, дәрігер әрбір жаңа айтайық. Мысалы, бірінші жылдың дәрігерінің айлығы қанша? 25 жылдың тәжірибесі енді бөлек болу керек. Бөлек болу керек. Айырмашылық қанша сонда? Ортанша, мысалы, 15-20 жылдық жақсы дәрігердің айлығы ең төмен 1 миллион теңге болу керек. Ең төмен. Көп жеке клиникалар қазір соған тырысып жатыр. 1 миллион, 1,5 миллион, 2 миллион төлейді. Себебі бұл дәрігерлер өте мықты дәрігерлер. Олардың емін алу үшін көп науқастар келіп жатыр. Сонда мынау клиникаларда толық загрузка бар. Загрузка болғаннан кейін кірісі болады. Әрине шығысы да бар, бірақ қаржықты тұрақты деңгейде олар жұмыс жасап жатыр, ондай клиникалар. Сонымен әрине өкінішке қарай біздің енді медицинада денсаулық сақтау жүйеде әлі мысалы үлкен клиникалар бәрі мемлекетте. Мемлекет оған ақша аяйды. Ақша болғаннан кейін оның 60% жаңағы жалақысын қысады, көтермейді, себебі мүмкіндік жоқ. Сонда олар кетеді, біріншіден жеке клиникаға кетеді. Жеке клиника қазірде одан көбісі қазір кетейін деп жатыр, себебі мынау жаңа заң іске асырылды. Әрбір науқас врачқа жалоб жазып, ақша алуға мүмкіндік алады. Сонда сақтандыру дейді, ол сақтандыру компания төлейді. Төлемейді ол сақтандыру компания. Олардың негізгі принципі ақша жинау, бірақ төлемеу. Сақтандыру деген сол ғой. Олар сондай страховой случай болмау үшін тырысады. Бірақ біздің халық қазір жағдай белгілі ғой. 1 миллионнан 11 миллионға дейін алуға болады. Тек қана жалоб жазасың, болды. Саған заң бойынша сот керек жоқ. Тек қана. Сонда қаншама қазір сондай жалобалар түсіп жатыр. Жақында осы айда енгізген заң ғой. Уже дәрігерлер жылап жатыр. Прям юристтер көмектеседі, жазып береді. Бірақ мәселе онда емес. Мәселе әр жалоба жеке комиссия құрылу қажет деген заң бар. Жеке бөлек сырттан тәуелсіз эксперттер шақыру керек. Толық зерттеу жұмыс орында. Дәрігер жұмысқа келеді, сол науқастармен айналыспай, сол қағаздармен айналысады. Объяснительно жасады. Опросқа барады, комиссияға шақырады. Күнделікті сонда, ары қарай бұл көбейеді. Сонда жұмысқа сен қорқып келесің ғой? Жұмысқа қорқып келесің, сонда көп айтады мамандар, мынау не деген бәле, біз құрсын, біз кетейік. Біз немесе жеке секторға, немесе өзіміздің клиникамыз ашамыз. Сондай тенденция болып жатыр қазір. Сіз көтеріп жүрген тағы бір мәселе, ол дәрігерлердің пациент өлтіріп алғандағы жағдайы. Бізде осыған өзгеріс енгізілді ме түбі заңға? Өкінішке орай ешқандай өзгерістер енгізілген жоқ. Себебі пациент болғаннан кейін өлім болады. Ауру болғаннан кейін өлім болады. Кейбір жағдайда өте күрделі жағдайлар болады. Ары қарай өмір сүргізбейтін аурулар жағдайлар болады, травма болады, ісіктер болады, онкология болады. Әрқашанда пациент өлгеннен кейін, ол көшеде өліп жатқан адам емес қой, ауруханада өлген. Әрқашанда сол дәрігер виноват деп дәрігерден оны сотқа беріп зерттеу жасақ,
біздің медицинада болашағы болмайды. Біз енді оған ұнайды ма, ұнамайды ма, менің позициям сондай. Дәрігер науқаспен айналысқанда түрлі жағдай болуы мүмкін. Еш жерде, ешқашан ондай теорема жоқ. Жақсы дәрігер болса, 100% науқас емделеді деген. Жоқ. Үлкен профессор мамандарда емдеген науқастарда өледі. Себебі ол өлім көп жағдайда сол науқастың жағдайына байланысты. Ауруға байланысты. Мысалы, Америкада да өліп жатыр. Онкология болса, мысалы, травма болса, көріп отыр ғой. Сонда дәрігердің кінәсі бар ма, жоқ па? Кім шешеді оны? Сонымен көп мемлекеттер айтқан, біз мынандай жағдайда қылмыстық жауапкершілікке тартпаймыз. Медициналық қызметкерлерді. Осындай шешім. Қоғамдық келісім, заң сондай. Біз медициналық қызметкерлерді сынап қинамаймыз. Әрине, толық 100% қылмыстық жауапкершілік босату деген ешкім айтып жатқан жоқ. Мысалы, көмек көрсетпесе, өліп жатқан науқастың өтіп кетсе, мысалы, кейбір жағдайда самолетті шақырады ғой. Дәрігер болса да, мен сонда көріп отырмын, көп дәрігерлер тығылып отырады. Сөйте ма? Иә, шаршап отыр ма, настроениесі дұрыс емес па? Жауапкершіліктен қорқады ма? Жауапкершіліктен қорқады кейбір жағдайда. Мәселе ондай емес. Сондай немесе жұмыс орнында мас болып, немесе науқасқа жоламай, жұмыстан қашып кетіп, сондай енді расында қылмыстық істер болса. Бірақ дәрігер осы науқасқа бүкіл өзімнің білімін, тәжірибесін салып, көмектесуге тырысып, бірақ нәтижеге жетпесе, мүмкін қателер болды. Бірақ оның қателері тікелей сол дәрігердің тәжірибесіне байланысты. Жыл сайын тәжірибесі көтеріледі, жаңағы қателердің статистикасы төмендейді. Сонымен, бірақ бізде барлық деңгейде тек қана 15 жылдан астам дәрігерлерді отырғызып, немесе 30 жыл тәжірибесі бар, клиникалық тәжірибесі бар дәрігерлерді отырғызуға ешқандай мүмкіндік жоқ. Себебі бізде адами ресурстар, ол пирамида. Жас келгенше адамның саны төмендейді. Сонымен, әрине, негізінде жас мамандар бірінші жыл, 5 жыл, 10 жыл жұмыс істейді. Олардың тәжірибелі әлі аз, білімдері аз. Соларды қолдау керек, оқыту керек. Осындай қателерді төмендету қажетті. Енді дұрыс шешімдер қабылдауымыз қажет. Тек қана жауапкершілікті көтеру үшін, көтермей. Бізде тек қана сол қылмыстық жауапкершілік. Сонымен менің позиция сондай, егер дәрігердің сондай нәтижесі нашар болса, ешқандай қылмыстық жауапкершілікке тартылмауға қажет деп сенемін. Профессионалдық деңгейде, пожалуйста, разбор полетов жасайық, тергеу жасайық. Мүмкін оқыту керек. Мүмкін 2 рет, 3 рет оқымай, қайтадан соның қателіне сол кезде жарайды, дипломын алайық. Бірақ түрмеге отырғыза болмайды. Оның себебі дәрігерде мотив жоқ. Қылмыстық жасауға мотив жоқ. Мотив ол теория бойынша қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін ең қажетті мәселе мотив болды. Мысалы, біздің Олжас Беков қандай мотив болды? Білесіз ба? Изображение имиджа эффективного госслужащего. Біздің мотив сондай болды. Сөйтіп айтты. Жақсы, сізді прессаға көп шығып кетті, постоянно өзінің жұмыстарын айтады деген нәрсе. Прессаға көп шықты. Расында прессаға көп шықты. Қазір де шығып отыр. Сонда сол мотив па? Мен прессаға көп шығатын сол кездегі мотивім тек қана бір мотив. Мен министр болып келгенде алдында бірнеше мақсаттар болған. Мемлекет басшысы қойған, үкімет қойған. Осындай реформаларды енгізу керек. Денсаулық сақтау жүйесінде жақсы реформалар керек, өзгерістер керек, соны іске асыр. Бірақ любой реформаны көп жағдайда халық қолдамайды. Эксперттер қолдамайды, оны түсіндіру керек. Науқастарға, жай қарапайым азаматтарға, сіздерге. Ол уақыт. Оған уақыт бөлу керек. Саяси жұмыс деген сол, мемлекеттік жұмыс деген сол. Реформалар жаңағы өзінің әріптестеріне түсіндіру керек. Мысалы,
көп жағдайда мені сынайды қазір. Британия бүкіл жеке ауруханалар жауып тастады, онкология, перинаталдық орталықтар жапты. Себебі арасында біздің сондай реформа болды. Жеке тұрған мекемелерді біріктіріп, көп профильдік ауруханалар пайда болды. Қандай себеппен? Себеп тек қана бір. Сол науқастың емдеуінің сапасы. Себебі күрделі жағдай. Бізде қайтыс болған науқастар көп жағдай жай науқастар емес. Аппендицит қайтыс болмайды. Күрделі, осложненные кровотечение, онкология, түрлі қауіпті жағдайлар, мысалы жаңағы ана өлімнің себептерін алсақ, материнская смерть, немесе жаңағы младенческая смертность. Көп жағдайда жеке ауруханаларда өзінің реанимациялық қызметтері өте төмен деңгейде. Себебі ондай жаңағы кровотечение немесе күрделі критическое состояние жиі кездеспейді. Мүмкін жылында бір рет, жарты жылында бір рет. Сонда тәжірибелі мамандар болмайды. Ал үлкен көп профильдік жедел жәрдем көрсететін науқастар, ол же реанимациялар, мықты реаниматологтар бар, хирургтар бар, сосудистый хирургтар, барлық мамандар бар. Сонда бізде қазір жағдай не? Қазір қайтадан президентке ұсыныс беріп, елімізде 20 шақты перинаталдық орталықтар соғып отыр. Себебі біздің ана өлімі жоғары деп. Шынын айтсақ, соңғы 20 жылдың ішінде қанша перинаталдық орталыққа соқтық, бірақ біздің ана өлім деңгейі өзгерген жоқ, төмен түскен жоқ. Негізі қазіргі жағдай біріншіден кадр жетіспеушілігі. Мысалы, осындай жағдай болып қалса, экстренное кровотечение, гемотрансфузия керек, не керек, сосудистый хирург керек, жоқ ол роддомда, перинаталдық орталықта. Себебі сосудистый хирург өте редкий специалист. Мүмкін облыстық орталықта бар, облыстық орталықтан шақырады. Ол келу үшін оған бас дәрігер команда беру керек. Ол бас дәрігер сондай команда беру үшін, анау бас дәрігер оған звондау керек. Арасында келісім шарт болу керек, оған ертең төлеу керек. Целый бюрократический процедура. Оған уақыт кетіп бара жатыр. Одан кейін олар барады, енді басқа больница бізге не үшін? Міне жағдай. Ал бір больницада болса, телефон айтып, келіңіз, бірге барады да, бірге жұмыс жасайды. Біз мысалы Астанада екінші многопрофильдік аурухана мен перинатальный орталық қостық қой. Бір жерде тұр ғой, арасында қазір переход соғып жатыр. Сол кезде қаншама әйелдердің жандары сақталып қалдық. Себебі хроникалық өздері қан қысым, жоғары қан қысымдары бар, аневризма аорта бар, экстрагенитальная патология бар. Мына жақта онда тек қана гинекологтар, а мына жақта сосудистый хирург, печеночный хирург, бәрі бар. Келеді да емдейді, кетеді, болды. Интеграция деген сол. Бір жағынан біріншіден медициналық қызметтің сапасын көтереді. Әрқашанда қиын жағдай болса, біз консилиум жасаймыз. Консилиум жасау үшін әр жаңағы саланың мамандары керек, да? Реаниматолог, сосудистый, иммунолог, аллерголог, невропатолог, бәрі. Ол жеке больницада неменеге отырады? Жоқ ондай. Сонымен дүниежүзінде медицинаның болашағы ол енді ағылшынша айтқанда patient-centered дейді, пациент ориентированный, вокруг пациента. А біз әрбір дәрігерді отырғызбаймыз, мынау кардиологическая больница, мынау педиатрическая, мынау онкологическая больница, мынау хирург. И больнойды скорыймен әрі-бері тасимыз. Инфекционная больница бөлек, понос болса ана жаққа апарады, біздікі ештеңке жоқ, ана жаққа апарады, ана жақта мүмкін ана жаққа, сөйтіп сандалып жүреді. Уақыт кетеді, жағдайы төмендейді. Сонда мен сондай реформа асқан, давайте будем болашақта қазірден бастап қосайық бір больницаларды. Екіншіден әрине экономия. Әр больницадан өзінің главврач бар, оның 5 орынбасары бар, бухгалтериясы бар, закупкалар бар, охранниктер бар, водительдер бар. Не үшін? Бір жерге қоссақ қанша ақша болса, қанша премия беруге болады, жаңағы мейірбикелер, санитаркаларға, басқа да пайда болады. Соны біз айттық, давайте осындай стандарт енгіздік. Давайте әр облыста 10 больницаның, шіріген 10 больницаның орнына бір жақсы больница соқып берейік. Қазір қайтадан бөліп. Мысалы, жақында біз Жезқазған қаласында болдық. Ескерген 70 жылдың аяғында бір шіріген ауруханалар, қазір облыстық аурухана болып тұр ғой, бұрынғы қала. Расында мамандар санаулы. Көбісі кетіп барады. Онколог жоқ, бір облыста бір онколог жоқ.
бәрі кеткен. Себебі жағдай, врачтар жағдайына қарайды ғой. Оларға обстановка керек, оборудование керек, жаңағы емдеу үшін. Біз айтамыз, осыны барлық бөлек-бөлек аурухана салмай, бір общий больница соғайық осы қалада. Взрослый, детский, бәрі, онкология, бәрін қоса. Бір общий операционный үлкен жасақ, реанимация, сонда экономически выгодно будет. И мамандар аз ғой. Мамандар дефицит, ол ешқашан шешілмейтін мәселе. Соны дұрыс түсіну керек. Ешқашан шешілмейтін мәселе. Врачтардың дефициті. Ол Америкада да бар, Европада да бізде бар, бола береді. Өйткені адам өсіп жатыр. Себебі врач болатын азаматтардың саны көп емес. Врач болғаннан кейін олар бәрі үлкен қалаға жұмыс істейміз деп тырысады. Это факт. Соны енді қазір не дейміз? Біз бөлек перинаталдық орталық соғамыз. Бізде президенттің тапсырмасы бар. Әр облыста біз перинаталдық орталықтар соғамыз. Бөлек педиатрический аурухана, бөлек онкология. Тек қана Шымкентте де сол. Не үшін? Не пайда? Тек қана сол ақшаны салып, кірпіш, төсек орын, оборудование. Врачтар қайдан келеді? Ол ертең жарайды врачтарды әкеліп отырғызыңдар. Ол басқа консилиум ретінде пациенттерді шет жақтан дұрыстап емдеуді ұйымдастыру үшін сол кадрларды қайдан табасыңдар? Оған ешқандай жоспар жоқ. Сонымен қайтадан басына келейін, біздің еліміздің денсаулық сақтауда көп шешілмеген мәселелер бар. Мен енді ең мықты министр деп айтып жатқан жоқ. Біз мүмкіндік бойынша шешуге тырыстық. Бірақ шешілмеген мәселелер болды, қазір де бар, ары қарай да болады. Сонымен әрине, менің ойымша осындай проблемаларды шешу үшін, реформалар шешу үшін біріншіден жақсы стратегия болу керек. Екіншіден ол стратегияны бүкіл халыққа, басқа министрліктерге, әкімдерге, дәрігерге дұрыстап жеткізу керек. Ол үшін эфирға шығып түсіну керек, ССХ-ға бару керек. Содан шаршамай жұмыс жасау керек. Сонда халық қолдайды, сонда түсінеді. Сонда жаңасы айтқан мәселе, бізге неге медицина сондай жаман деңгейде, төмен деңгейде, сондай сенім көтеріледі, қолдау көтеріледі. Сіздің балаларыңыз келе жатыр ма өсіп, медицинаға келетіндер бар ма? Сіздерде отбасыларыңыз енді әкеңізден бастап бәрілеріңіз дәрігерсіздер ғой. Келе жатыр ма балаларыңыз? Енді олар дәрігер болған қалайсыз ба? Үлкен қызым дәрігер, қазір шетелде резидентурада оқып жүр. Дәрігер ретінде. Елге келе ме? Кім біледі, мүмкін келеді, соған үміттенеміз, бірақ өзі шешеді. Себебі өзі мектеп бітіргеннен кейін Астанада, осы Астаналық медициналық университетке түскен. Сол кезде мүмкіндік болып, себебі көп мемлекеттерде, дамыған мемлекеттерде олар мединститут тегін оқытады, грант береді. Сондай мүмкіндік болды. Австрияда шетелдік азаматтар қазірге де сол көп грант береді. Бірақ барлық австриялық жаңағы мектеп бітірушілермен бірге түсу керек. Соған дайындалып, түсіп, грантпен оқып, қазір дәрігер ретінде резидентура дейміз ғой, ары қарай білім алып жүр. Енді дәрігер деп айтуға болады, себебі оларда, мысалы шетелде жас мамандар резиденттерді дәрігер деп санайды, дәрігер ретінде ақшасын береді, заң бойынша қорғайды. Бізде резидент ол как студент стипендия алады, кредит ала алмайды, уже отбасы бар, сондай мәселе. Соны мен де қарап біраз идеялар келіп жатыр. Ал басқа балалар әлі өсіп жатыр, студенттері бар, бірақ медицина салада үлкен қызым. Сіз жаңадан келген министрге қандай мысалы кеңес берер едіңіз? Өзіңіздің басыңыздан өтті ғой, мысалы, мына жерден абай болшы дейтін. Бар ма? Тек қана жаңадан келген министр емес, Ақмарал Шарипаны жақсы білеміз, қарым-қатынасы жатыр. Өте білімді маман, өте тәжірибелі маман. Ол шынын айтсақ, мен барып бір кеңес беретін жағдай емес, енді анда-санда жол барам жұмыс бойынша, себебі жаңа айттым ғой, біз мына үлкен құрылысты бастадық, үлкен жоба. Мысалы, солтүстік Қазақстанда, мен енді айтып кетейін, пайдаланып, жыл сайын 60 мыңға жуық азаматтар, сол Шымкент, Түркістан, Тараз, Қызылорда облыстың азаматтары Астана, Алматыға барып емделеді. 60 мың. Өте көп. Неге?
себебі ол жерде осындай үлкен дамыған Астанадағы, Алматыдағы республикалық деңгейдегі мекемелер ешқашан болмаған, соқпаған. Тек қана Астана, Алматы, жаңа ғылыми орталықтар, үлкен клиникалар, мүмкіндіктер болған, жергілікті әкімшіліктер салат, мысалы Астанада жарқырап тұр ғой бүкіл больницалар. Онда жоқ. Сонда қарапайым қазақтар сандалып жыл сайын сол Алматыға барушы. Оны тек қана тегін емделеді. Жаңағы сақтандыру қор төлейді оларға. Осы біз сақтандыру қорымен жақсы жұмыс істейміз. Олар қазір ситуационный центр ашты. Бізге сол данныйлар беріп жатыр. Внутренний медицинский туризм. Енді өзіміздің бюджетіміз ғой, бір жақтан бір жаққа барады. Расында сол принцип біз енгізгенбіз. Деньги следует за больными, выбор пациент. Бір жағынан жақсы. Таңдау мүмкіндіктер де жақсы мамандар. Бірақ біз таңдау мүмкіндік беріп, бірақ сол жергілікті деңгейдегі инфрақұрылым медициналық ауруханаларды көтермесек, ол дұрыс емес. Себебі ол барғаннан кейін қасына біреу барады. Жолына төлейді, тамағына төлейді, дәрі-дәрмекке төлейді. Енді ол үлкен шығыстар болады ғой, қарапайым отбасыларына. Сонымен біздің жобамыздың ең негізгі мақсаты оңтүстік деңгейде республикалық деңгейлі үлкен аурухана. Сонда сол жыл сайын минимум 35-40 мың адамдарды ана жаққа жібермей, осы жерде емдеп, ең жақсы мамандарды осы жерге әкеліп, көмек көрсетуге мүмкіндік болады. Сондай жобаны біз бастадық. Себебі бұл жай аурухана емес, анау клиникалық аурухана дейміз ғой, білім беретін аурухана. Себебі сол оңтүстік медициналық академияға байланысқан. Сол жерде жаңағы резиденттер оқиды, жас мамандар оқиды. Енді ең қазіргі күндегі мықты технологияны салып жатырмыз сол жерге. Оборудование салып жатырмыз. Жаңағы IT технология салып жатырмыз. Ең мықты мамандар шақырып уже дайындап жатырмыз. Сондай жоба. Сонымен күнделікте кездесеміз, жаңа сіздің сұрағыңызға күнделікте араласамыз, қарым-қатынасымыз жақсы, өзіміздің ойымыз жеткіземіз, олар қабылдайды, тыңдайды. Әрине, сол ерекше мына осындай кеңес беретін жағдай емес. Қазір өте қуаныш жағдай. Мысалы 4 жыл мені ешкім шақырған жоқ, кіргізген жоқ министрлікке. Осы жылдан бастап Ақмарал Шарипқызы келді. Сразу мені шақырды. Жанымда сіздің тәжірибеңіз мол, қандай не болса да соған көзқарасы өте дұрыс. Мен де дайынмын, конференцияға қатысамыз, білім беру салаға мен білім беремін, студенттерге лекция оқимын, түрлі жаңа профсоюзда жұмыс жасаймын, білесіздер. Соның бәрін енді шынын айтайық, осы еліміздің денсаулық сақтау жақсартуға мен әрқашанда дайын болдым. Бұл менің өмірім, менің профессиям сондай. Сіздің басыңызға күн түскен кезде қасыңызда кім қалды? Барлық достарым қасымда. Қалды ма? Әрине. Теріс айналғандар болған жоқ па? Теріс айналғандар болды, әрине. Олсыз болмайды. Өмір сол. Қазір бірге үкіметте істеген кімдермен араласасыз? Бүкіл сол кездегі мемлекет мүшелерімен араласам. Бұрынғы, қазіргі министрлер, әкімдер қарым-қатынымыз жақсы. Себебі біз бір-бірімізді сол профессионал ретінде, патриот ретінде сыйлағанбыз. Менің сенім сондай. Енді солармен әлі де араласамыз. Мен оларды сыйлаймын, олар мені сыйлайды. Сонымен Құдайға шүкір осындай қарым-қатынас қалды, бірақ мәселе ондай емес қой, мәселе ары қарай. Мысалы, көп адам ойлады, мынандай жағдай болғаннан кейін токсичный дейміз ғой, бәрі бас тартады, араласпайды. Ол адамға байланысты. Өзінің алдын ала, мысалы, сен кіммен араласасың, өзінің принциптері қандай. Принциптер сәйкес болса, ары қарай араласа бересің, олар бәрін түсінеді, сенеді, қолдайды. Маған сол өте маңызды, себебі мен біріншіден өзімнің бауырларыма, отбасыма, екіншіден сондай достарыма көңілім мол. Басқа да әріптестерім, тек қана медицина салада емес, көп енді журналистер, мысалы, қоғамдық қайраткерлер бәрі сенбейміз, қолдаймыз деген петицияға қол қойды. Соның арқасында мен енді бақытты адам деп санаймын өзімді. Қазір шектеу болса да елімнің арамда жүрмін, отбасымның қасымда жүрмін. Ары қарай жұмыс істеп жүрмін. Бір жақсы инвестор тауып, мен бір танып ақшаңның бәрін төлей салайыншы десе көнесіз ба? Жоқ, көнбеймін. Ондай ұсыныстар болды.
Неге? Көнбеймін, жоқ. Менің ойымша, сенімім бойынша, мен мемлекетке ашық қарыз емеспін. Сот шешім бар, оны мойындаймын, бірақ қолдамаймын. Ондай ұсыныстар болды. Жоқ, мен өзімнің мемлекетке қарызды басқа адамға аудару қажеті жоқ деп санаймын. Мүмкіндік бойынша төлеп тұрам. Бір күні бәрі анықталып, сот шешім жойылады, сонда осы мәселе шешіледі деп толық сенемін. Бұл принципиалдық позиция. Сұхбатыңызға рахмет. Біраз уақытыңыз алды. Мен мынаны айтайын деп келіп едім, айтуым керек еді деген мәселеңіз қалды ма? Мүмкін. Жоқ, мен обычно дайындалып келмеймін, бірдеңке жеткізу керек деп. Бірақ сол бәрі жақсы, Құдайға шүкір. Иә, сол айтатым, сол мені қолдайтын, маған сенетін азаматтарға алғыс білдіргім келеді әрқашан. Себебі ол маған, менің отбасыма өте маңызды. Мен сол сенім маған күш береді. Ары қарай, мысалы, кейбір жағдайда қазіргі күнделікте, мысалы, үлкен жобаларды іске асырғанда қиын болады да, мысалы, бюрократиялық процедуралар болады. Бірақ сол кезде маған білдіріп жатқан сенім қатты көмек береді. Мысалы, біз осы жобаны іске асырамыз деп Шымкент қаласына біраз мамандар шақырдық. Еліміздегі ең білімді, тәжірибелі мамандар келіп көмектесті ғой бізге. Сол Ильян Амантаевич қолдайық, осындай елімізде ең мықты ауруханаға атсалысайық деп, соған әрине алғыс білдіргім келеді. Жобаңыз күшті бітсін. Рахмет. Құдай қаласа көрсетеміз әлі. Енді басталып жатыр, бірақ 2 жылдан кейін. 2 жылдан кейін презентациясын көруім бұйырсын. Құдай қаласа, иншалла. Жақсы. Рахмет. Рахмет.